Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз ОТО-ның ақылы екінші вариантын математикалық сауаттылықтан қарастыратын боламыз. 2026 жылы, нағыз ОБТ-да, маусым ОБТ-сында осы ОТО-ның ақылы варианттары өте жиі кездесті. Сондықтан сандар ауысып келді немесе дәл өзі келді дегенде. Сондықтан қалай шығарылады, қандай лайфхактар, формулалар қолданылады, барлығын жазып жаттап алыңдар. Және сандарын ауыстырып, өздерін де практика жүзінде шығарып көріңдер. Ал кеттік, шығарып бастаймыз. Бірінші сұрақ. 2022 жылдың желтоқсан айында Арманның айлығы 430 мың еді дейді. 430 мың еді дейді. Енді ол желтоқсаннан кейін қаңтар айы жүреді, 25%-ға айлығы өсті дейді. Демек, кез келген бастапқы сан, бастапқы баға, жалақы ол 100%. Значит, 25%-ға өссе, 100 қосу 25, 125% болады. Сонда 430 мыңның біз 125%-ын табамыз. Ол дегеніміз 125% бөлінген 100, біз санды, получается, процент ретінде алмаймыз, сондықтан 1/25 деп аламыз. 430 мыңды 1/25-ге көбейтетін болсақ, бізде қаншаға тең болады екен? 537 мың 500 деген сан болады екен. Демек, оның жаңа жалақысы 537 мың 500 болып шығады екен. Енді ары қарай екінші сұрақ. Алдиярдың 10 теңгелік және 20 теңгелік тиындардан 200 теңге ақшасы бар. Алдияр ақшасының мүмкін нұсқалар саны дейді. Мүмкін нұсқаларды былай шығара саламыз. Бұл жерде бізде 20 ключевой болады. Неге? Себебі 20-ны көбейткенде бізде міне 20 теңгелік ақшаны бірге көбейткенде, демек бір ғана 20 теңгелік бар, ар жағында қанша қалады? 180 теңге қалады. Егер 200-ден азайтатын болсақ, демек 10 теңгелік қанша штук бар? 18 штугы болады екен. Сонда бізде 200 теңге деген шығады екен. Дәл осылай жалғастырып кете береміз. 20-ны 2-ге көбейтеміз, ол 40 болады. Значит, ар жағында 160 қалады, ал 10 теңгелік, значит, 16 штук бар деп екінші вариантты жазамыз, 20-ның қанша несі бар екен? 3-ке көбейтеміз. Демек бізде 60 болады, ар жағында 140 қалады. 10 көбейту 14. Осылай жалғасады. Және 20-ны неше рет осылай көбейтуге болады? 4-ке көбейтсек 80 болады. 20-ны 5-ке көбейтсек бізде мына жерде 80 болса 120 керек болады, Келесі 100 болса 10-ды 10-ға көбейтеміз. Потом 20-ны 6 штук деп алсақ, ол 120, значит 10 теңгеліктерден бізде 8 штук болады екен. 20-ны көбейтеміз 7-ге, 20-ны 8-ге, 20-ны 9-ға. Ал ары қарай біз 20-ны 10-ға көбейте алмаймыз, себебі 20 теңгеліктер ғана болып қалады. Сондықтан бізде бұл жерде қанша вариант болады екен? 9 вариант болады екен. Жауабы бізде 9 нұсқа болады деп жауап береміз. Келесі, мына жерде бізде 10 қосу 140 болса 6 деп жазып кетейік. Мына жерде 10 қосу 4 деп жазып кетейік. Мына жақта 10 қосу 2 деп жазып кетейік. Келесі есепті қарастыратын болсақ, сандар қатарының арифметикалық ортасы мен медианасын анықтаңыз дейді. 26, 29, мен сіздерге айтқаным бойынша, арифметикалық ортасын тапқанда ешқандай өсу ретімен жазу деген нәрсе керек емес. Ол жерде біз не істейді екенбіз? Арифметикалық ортасын тапқан кезде просто барлығын қоса саламыз. 26-ға 29-ды қосамыз, оған 52-ні қосамыз, оған 45-ті қосамыз және 47-ні қосамыз, соңғысы 23-ті қосамыз. Сонда бізде барлығы қаншаштан шықты? Барлығы бізде 6-сан шықты. Демек, біз 6-ға бөле салады екенбіз. Осы жерде бізде бұлардың барлығын қосқанда бізде 222 деген сан шығады екен. Оны 6-ға бөлсек, бізде орташа сан 37-ге тең болады. Енді ары қарай біз медиананы табатын болсақ, медиананы тапқанда міндетті түрде өсу ретімен жазуға біз тиістіміз. Өсу ретімен қалай жасамыз? Ең кішісі бізде 23, одан кейін 26 жүреді, одан кейін 29 жүреді, сосын 45, сосын 47 және де 52 жүреді екен, Ал медиананы табу үшін біз не істейтін едік? Медиананы тапқанда біз центрдегі санды табамыз. Ал бұл жерде жұп сан болғандықтан біз 6 сан болса, 3-сін және 4-сін алып қосып 2-ге бөлеміз. Демек, 29-ға 45-ті қосып, оны 2-ге бөледі екенбіз. Бұл бізде 74 шығады. 74-ті 2-ге бөлсек, ол бізде 37-ні береді екен. Демек, арифметикалық ортасында және медианасында 37 деген жауап шығады екен. Енді ары қарай есепті шығаратын болсақ, келесі бізде дүкенде дәптерлердің 3 түрі, қаламдардың 4 түрі және сызғыштардың 5 түрі бар дейді. Бір дәптер, бір қалам, бір сызғышты сатып ала алатынын анықтаңыз дейді. Қанша тәсілмен, Бұл жерде көп оқушылар ЦНК-мен немесе АНК-мен шығарып қинап жатады. Бұл есептің ең оңай жолы көбейту тәсілі болып табылады екен. Ол бізде 3, берілген 3, көбейту 4, көбейту 5 деп көбейте салады екенбіз. Ол бізде 60 тәсіл болып шығады екен. Жауабымыз 60-ға тең болады. Келесі 5-ші есеп. Суретте көрсетілгенде екі шеңбер жанасады дейді. Іштей жанасып тұр. Үлкен шеңбердің радиусы 9 сантиметрге тең, ал кіші шеңбердің радиусы одан 3 есе кіші дейді. Екі шеңбердің центрлерінің арақашықтығын табыңыз дейді. Бұл жерде үлкеннікі 9 сантиметр болса, біз суретті дұрыс түсініп алуымыз керек. Мына жердегі ортадан центрдің соңына дейін бізде 9 сантиметр болып тұр, Ал кіші радиус 3 есе кіші десе,
біз үлкен радиусты үшке бөлеміз ғой, ол бізде 3 сантиметр болады екен. Демек мына екінші нүктеден, я көкпен белгілейін, екінші центрден мына жерге дейін бізде 3 сантиметр болады. Демек O1 мен O2-нің арасы 9 азайту 3 тең 6 сантиметр болады екен. Я оны былай суреттен ақ көре берсек болады екен. Енді ары қарай келесі. Алтыншы есеп. Сыныптағы 30 оқушының 20% математиканы, 30% физиканы, 40% биологияны ұнатады. Ал қалғандары көркем еңбек сабағын ұнатады. Көркем еңбек сабағын ұнататынды анықта дейді. Бастапқы оқушылардың саны ол 100% болатын, мен всегда айтамын, я. Сонда бізде уже занят 20%, 30% және 40%. Значит, 100%-тен осы проценттердің қосындысын алып тастаймыз. 20 қосу 30 қосу 40 дейміз. Сонда бізде 10 ғана процент қалады екен. Демек көркем еңбекті жақсы көретін ол 10%. Демек 30-дан біз табамыз нені? 10%. Ол дегеніміз бізде 3 оқушы болады екен. 3 оқушы бізде көркем еңбек сабағын жақсы көреді деп жауап береміз. Келесі 7-ші сұрақ. Ойын сүйегі 3 рет лақтырды. Ойын сүйегі дегенді білеміз, я, біздің жаңағы кубигіміз. Точкалар бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген санға дейін. 3 ретте тақ сан түсуінің ықтималдылығы. Қандай тақ сандар бар бізде? Ол жерде 1 бар, 3 бар және 5 бар, я. Оның 3 түрі бар екен, дұрыс па? Сонда 3 тақ сан бар деп айтайық, хорошо? 3 тақ сан бар деп айтады екенбіз. Сонда бізде бірінші ықтималдылық неге тең болады? 6-дан 3-ке тең болады. Тақ сан түсу ықтималдылығы. Оны қысқартсақ, бізде 2-ден 1 болады екен. Ал егер 3 рет лақтырды десек, біз көбейту тәсілін қолданамыз. Значит, бірінші лақтырғанда 2-ден 1 болады, я, қазір ғана таптық. Екінші лақтырғанда тоже 2-ден 1 болады, ал үшінші лақтырғанда тоже 2-ден 1 болады. Сонда біздің жауабымыз 8-ден 1 деген жауап шығады екен. Жауабымыз Б болып шығады. Келесі. Осы есептен көп оқушы қателеседі, сондықтан жақсылап жазып тыңдап алайық. Жылына 30% өсіп отыратын депозитке салынған 200 мың теңге 4 жылдан кейін қанша теңге болатынын анықтаңыз дейді. Оқушылар былай жасайды. 4 жылдан кейін әр жылы 30%-ке өсіп отыратын депозит десе, 120% өседі дейді, 120%-ын тауып қояды. Ал онда есеп жауап бізде вариантта бар. Олай табуға болмайды. Депозит дегеніміз, біз 200 мың теңге салдық па, ол келесі жылы 30%-ке өссе, келесі жылғы өскен ақша уже біздің қалтамыздағы ақша болып саналады. Демек, арғы жылы, екінші жылы, я, сол депозиттегі ақшамыздың үстінен 30% қосылады. Бастапқы 200 мыңға емес, біздің 200 мыңымыз әр жыл сайын өзгеріп отырады. Біздің ақшамыз көбейіп отырады. Сондықтан оны қалай жасаймыз? Мына жерде 200 мың деп басында қиындатпай қояйын, мен x деп алайын. Менде бастапқыда x теңге бар еді дейін. Ол 30%-ке өссе, мен не істейді екенмін? Мені плюс 30% деген ол қалай болады екен? Ол менде x көбейту 1,3 дегенді береді екен. Енді бұл бірінші жыл, я, бірінші жыл. Енді екінші жылды қарастырайық. Екінші жылда менде 1,3x шықты ғой жаңа ғана, я, осы 1,3x-ті мен тағы да 30%-ға көбейтемін. Демек, менде 1,3-ке көбейтемін деген сөз, я. То есть кез келген ақша ол 100%. 30%-ке өсті десе, ол 130%. Сондықтан мен 1,3-ке көбейтіп жатырмын. Себебі 130% ол 1,3-ті береді. Сонда менде екінші жылы менің ақшам 1,69x-ті береді екен. Келесі үшінші жылы менде не болады екен? Үшінші жылы менде 1,69x-ім көбейеді 1,3-ке. Бұл үшінші жыл. Ал төртінші жыл менде не болады екен? Дәл сол жаңағы өзгерген ақша 1,69x көбейту 1,3-ті мен тағы да 1,3-ке көбейтеді екен. Сонда менде 1,69x көбейтілген 1,69 деген шығады екен. Енді бізде x-тің орнында бастапқы сан, міне, бастапқы сан ол не болып тұрған еді? Бастапқы x ол бізде 200 мың болып тұрған еді. Сонда 1,69 көбейту 200 мың көбейту 1,69 десек, бізде 571.220 деген сан шығады екен. Осы есепті қателеспей шығарамыз. Ал егер оны формулаға салатын болсақ, 1,3-тің 4 дәрежесі деп шарастырақ болады екен. Жауабымыз бізде бұл болып тұр. Енді ары қарай. Осы есептен енді көп оқушы жақсы шығарып жатады. Жаңа гуманитариядағы есепте оқушылар қиналып жатады. Бірақ бұл жерде айдан анық көрініп тұр, я. А мен бұның орны, міне, бірінші А деген сан тұрады, екінші Б деген сан тұрады. Егер арасында осындай стрелка знак болса, біз бірінші санды екінші санға бөлуіміз керек, ал екінші санды бірінші санға бөліп бір-біріне қосуымыз керек екен. Сонда бізде 6 мен 12 тұрса, формула бойынша 6 мен 12 тұр деп жазамыз. Демек, формула бойынша біз 6-ны 12-ге бөлуіміз керек, қосу 12-ні 6-ға бөлуіміз керек деп жазып аламыз. Енді осыны шығарамыз. 6 бөлінген 12 бізге 0,5-ті береді, ал 12 бөлінген 6 бізге 2-ні береді. Демек, бізде соңғысы, жауабы 2,5 шығады екен. С жауабы өте оңай. Осындай формуламен келген есептерді дұрыс шығаруға тырысамыз. Соңғы есеп, геометриялық есеп, тастап кетпейміз, балымыздан айырылмаймыз, шығарамыз. Дөңгелектің боялған бөлігінің ауданның боялмаған бөлігіне қатынасы 3/1 дейді. Енді аудандары айтылғандықтан аудандардың формуласын жазып аламыз.
дөңгелектің боялған бөлігінің ауданының боялмаған бөлігі. Бірінші боялған бөлігінің ауданы деген не? Естеріңізде болсын, кез келген фигурада боялған бөліктің ауданы деген S сыртында тұрған үлкен фигураның S кіші фигураны азайтқанға тең. Вот S боялғанның формуласы бізде, S боялғанның формуласы, жазып қояйын, я, S боялған деп. Ол S үлкен азайту, S кішкентай дегенді білдіреді екен. S кішкентай дегенді білдіреді екен. Ал боялмаған бөлік бізде S кішкентай болып тұр, я, значит, S боялмаған, я, боялмаған. Ол бізде кім болып тұр? Ол S кішкентай болып тұр. Дұрыс па? S үлкен дегеніміз біз білеміз. S үлкен бізде қандай формуланы беріп тұр? Пи r квадратты беріп тұр. Ал S кішкентай бізде нені беріп тұр? Пи r квадрат, кішкентай r квадраттың формуласын береді. Енді олардың қатынасы 3 бөлінген 1-ге тең десе, сыртқы және ішкі дөңгелектердің радиустарының қатынасын тап дейді. Енді біз осы жерде формулаға қоямыз. S боялған, S боялмаған десе, бізде S үлкен азайту S кіші бөлінген S кіші тең болады 3 бөлінген 1-ге. Енді осыны формамен жазамыз. Пи r квадрат минус пи кішкентай r квадрат, себебі кіші үшбұрыш дөңгелек болып тұр, тең 3 бөлінген 1 деп жазады екенбіз. Енді осы жерден шығаратын болсақ, бізде пи r квадрат бөлінген пи r квадрат тең болады екен 4-ге. Пи мен пи қысқарады, значит r мен r-дің қатынасы бізде 2 бөлінген 1-ге тең болады. Радиустардың қатынасы бізде 2 бөлінген 1-ге тең болып тұр екен. Жауабы С болады. Осымен біз екінші ұту ақылы вариантын аяқтадық. Егер сендерге ұбт-ға дайындалу және де курс маңызды болса, менің осы жерде көрсетілген номермен немесе парақшама хабарласаңдар болады. Ары қарай бізде әлі 13 вариант бар. 13 варианттың математикалық сауаттылығын және математика пәнінен барлық есептерді шығару жолымен салатын боламын.